Сәлем достар, сіздермен мен деген Аско Кизі. Достар, бүгінгі видеода біз прям жестко видео түсіретін боламыз. Достар, мен сіздерге видео басылмай тұрып, видеода немесе осы жерде айтатын бір затым бар, достар. Достар, давайте ең бірінші видео басылмай тұрып, давайте лайк басайықшы. Осы видеоға конкретно лайк басайық. Және де подписаться деген қызыл батырман басып жейік. Сол кезде мен риза болып қалатын боламын. Сол үшін давайте басып кетейік. Және де достар, бүгінгі видеода біз прям Азам мен Шелзи екеуінен кім мықты екенін көретін боламыз. Бұл видеода және де 5 ондай неден болмайды, турдан тек 3 тур болатын болады. Сол үшін видео басылмай тұрып лайк басып, подписаться деген қызыл батырман басып, қасынан колокольчик шығады, колокольчикті шертіп жіберіңіздер. Сіздерге сенім. Достар, сол үшін давайте видеода соңында мен сіздерге бір затты айтатын боламын. Сол үшін давайте өз түрімді әлі көрсетпеймін, өзіме білмей тұрмын. Достар, әлі өзім білмеймін қанша мыңға жеткенімізде түрімді көрсететін, ал сіздер лайктарыңызды басыңыздар. Ал ендеше біз видеомызға кеттік. Ең бірінші бізде деген Азамнан айтып кетейік. Азамнан бастайтын болсақ, оның түрі бәрін білетін шығар. Шелзидің түрі көрсеткен болатын. И достар, Азам бірінші турда мынандай болады, короче, кім қатты ойнайды дегенде, Free Fire'ды қалай кім қатты ойнайды. Екінші турды енді табатын болам, енді бір нәрсе алып. Ал біздің ең біріншісі, негізі бірінші турда Азам жеңіп, себебі Шелзи Азамға қарағанда қатты ойнай алмайды. Азам қатты ойнайды Шелзиға қарағанда. Ал мен негізі шын айтсам Шелзиға жақтым. Шелзи себебі қазақ ютубын прям жестко дамытып келе жатыр. Адес сияқты емес, Адес деген қазір білмеймін, енді Адес деген кімге ұнамай қалды айтып кетіңіздерші. Маған қазір бұрында ғана өте жақсы ютуб беретін. Келесі видеода кіммен кімді салыстырып көрейін. Давайте комментарий жазып кетіңдер. Ал біз енді екінші турға кететін боламыз. Бізде деген Шелзида 1 балл, Азамда 1 балл. Ендеше видеоға кеттік, арғада екінші турға. Достар, екінші турды мен ойлап тапқан сияқтымын. Достар, шыны керек, қазір сіздер неғып бір видео неғып қосып отырсың десеңіздер, мен бұрынғы хайлайттарды өшіріп алдым. Сол үшін кешіріңіздер, бір видеоны қосуға тура келді. Сол үшін без обид, прям без обид. Екінші тур бізде деген кімнің аккаунты зым деген ойлап таптым. Шыны керек, бұл жерде енді шынымды айтсам, негізі аккаунттан қарағанда Шелзидің аккаунты мықтырақ. Шелзидің аккаунты неде сәл топта Шелзи және де қазақ ютуберін дамытып жатыр. Достар, мен жаңа шатасып кеттім, сол үшін кешіріп кетіңіздер. Достар, біз үшінші турымызға кеттік. Шелзида 1 балл, Азамда 1 балл. Ендеше кеттік. Достар, және мен сіздерге қазір үшінші тур емес, бұл мен сіздерге жаңа ғана айтқандай, мен деген қазір дауысым жаман болып тұрса кешіңдер, себебі мен деген дауысым немесе қот білмеймін. Даусымды қарап отырсаңыздар, просто кешіріңіздер, білмеймін, ешкім білмейді, короче, даусым сондай болған ғой. Азанда тұрып сөйлеп қосам, даусым сондай типа білмейтін оны. И достар, сіздерге соған қарамай видео түсіріп отырмын. Сол үшін лайк басып кетейік. Ал біз видеомызды бастап кеттік уже. Ал енді жалғасын, достар. Қазір мен деген айтып жіберетін боламын. Үшінші турда қандай болады білмей тұрмын. Ендеше кеттік біз үшінші турға. Бізде деген үшінші тур былай болады, давай ма?
бізде үшінші tur мынандай болсын. Кімнің видеосы сапалы? Давайте, кімнің видеосы сапалы? Негізі сапалы дегенге екеуіне де бергімге отыр. Сіздерге кімдерге беретін едіңіздер, соны комменттарға жазып кетіңдер. Мен өзім негізі екеуіне де бергім келеді. Себебі ол екеуі де видеосы жаман емес, өте жақсы және де хайлайт оларға неғып істемейді. Сондай үшінші турға неғып істемейді десеңіздер, себебі олар өте қызық болмайды. Мыналар қызық. Достар, осымен біздің видео аяқталды. Шелдида да Азамда да екеуі де 2-2. Келесі видеода кімді не істеп көрейін, соны комментарияға жазып кетіңдер. Мен бәрін істейтін боламын, сіздер айтқан бәрін істеймін. Сосын давайте, достар, сіздермен бірге болған мен Асқу Кезет. Видео ұнаса подписаться деген қызыл батырманы басыңдар, колокольчик шертіп жіберіңдер, лайк басыңдар. Давайте, пока-пока, чау.